неге кезінде біздің аналарымыз, әпкелеріміз осыған ұқсас бір компанияларға тіркелді, көп қой компаниялар, неге олар аз ғана уақыттың ішінде миллионер болам деп, бірақ та бүкіл уақытын, күшін жұмсап, бүкіл ақшаның барлығын жоғары жақтағы, яғни кім бірінші тіркелді, солар миллиондап асап жеді, өздері астында қалып қойды. Өйткені мынау ол кезде, мысалы, менің мамам мысалы, кезінде тіркелді осындай компанияға, қаншама адам тіркеді өзінің командасына, менің мамамның командасында адамдар тіркеді, барлығы бір командада жұмыс жасады да, бірақ мына командадағы әркім өз үйіне тауар айналым жасады ғой, әркім өз үйіне тауар алған кезде тауар айналымының комиссионның барлығын кім алды? Осы менің мамамның командасын ашқан жоғары жақтағы лидер алды. Мына лидердің өзінің басқа командалары болды да, әр командадағы осындай тауар айналымның комиссионы тек қана осыған түсіп тұр. Біздің мамалар жүрді бірінің астында бірі. Олай жасауға болмайды. Мен сізге қазір гарантия беріп тұрмын, қалай жасап, тез ғана уақыттың ішінде айлыққа шығасыз. Мысалға, мынау сіз, көрдіңіз ба? Мен сіздің өзіңіздің жеке екі командаңыз ашып бердім. Сіз ешкімге маған тіркел, мен командама қосыл деп жалынып жүрген жоқсыз. Просто өзіңіздің үйіңізге керек тауарыңызды біздің компаниядан алып отырыңыз. Болды, оны так магазиннен, базардан, жан-жақтан алып жатсыз. Сіз оны осы жерден алғаныңыз үшін сізге бүкіл тауарларға 15% скидка, ертең ол 20% скидкаға дейін өседі. Біз қазір 20% скидкамен отыр. Төлеген ақшаңыздан сізге плюс еще 15%-ын қайтарып беріп тұр. Күшті ғой, оны кэшбэк дейді. Дұрыс па? Кэшбэк. Яғни төлеген ақшаңыздың 15% қайтып келу. Сіз магазинге барған кезде сізге максимум пакет қосып береді. Мына жерде төлеген ақшаңыздың 15%-ын қайтарып береді. Енді қараңыз, мен сізге 2 адам бердім. Менің берген адамдарым әрқайсысы өз үйіне тауар алған кезде төлеген ақшаларының әрқайсының 10%-ы тікелей сізге түседі. Өйткені бұл сіздің командаңыз. Түсіндіңіз ба? Және де сіздің командаңыздағы мына әр адамға мен әрқайсысына дәл солай 2 адамнан беріп жатырмын. Сіздің командаңыз, мына командаңыз, мына бірінші командаңыз, мына сіздің екінші командаңыз, екеуі де дамып жатыр. Көрдіңіз ба? Ортасынан былай бөліп қояйық керек десеңіз. Мына адамның дәл сондай өзінің 2 адам бар. Мына адамның дәл сондай өзінің 2 адам. Дәл осылай кетті, көрдіңіз ба? Яғни мынаның өзінің екінші командасы, мынаның өзінің 2 командасы, мынаның әрқайсының өзінің 2 командасы, компания әрқайсысына өзінің жеке 2 командасы болғаны үшін командасындағы тауар айналым үшін айлық беріп жатыр. Сізге де, көрдіңіз ба? Мен сізге 2 адам бердім да, мен сізге бұдан да көп адам беремін на самом деле. Бірақ та сіз уже сіздің астыңыздағы адамдарға айтасыз, мінекей Нұржан маған адамдар беріп жатыр. Мен ол адамдар не істеймін? Мен мына сенің астыңа беремін дейсіз мына адамға. Мына адам заказ жасаған кезде мен бұған да беремін. Бұл да өзінің астына қояды, болмаса мынаның астарына қояды. Көрдіңіз ба? Сіз айтасыз маған, сен заказ жасайтын болсаң, мен сенің астыңа адамдар беремін дейсіз, бұл өзі үшін заказ жасайды. Мыналар да дәл қайталанып отыр, көрдіңіз ба? Мынау адам өз үйіне 150 бонусын баға тауар алды. Мынау бүкіл тауар айналымдағы комиссия сізге